Лука жазған ізгі хабардың басында Исаның дүниеге келу туралы сипатталған. Содан кейін Лука бізге Исаның Израильге келіп, жарларға Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды жариялайтын Мәсіх екенін көрсетті. Ол сондай-ақ Құдайдың Израильге жіберген шынайы пайғамбары да болды. Енді осы бөлімде Иса шәкірттерін ертіп Иерусалимге ұзақ сапарға шығады. Сол жерде олар мыңдаған израильдікпен бірге ежелгі құтқарылу мейрамын тойламақшы. Енді Лука таудан Иерусалимге дейінгі бұл сапар арқылы ежелгі Израиль халқының ұзақ сапарын есімізге салмақ. Халық Мұса пайғамбардың жетекшілігімен Синай тауынан шығып, уәделі жерге барды. Кейінірек Дәуіт патша Иерусалимді Израильдің астанасы етті. Осылайша бұл жерде Лука Исаны Израильдің Құдаймен жасаған келісімін жаңартып жатқан жаңа Мұса және халықты өзінің билігіне бағынып өмір сүруге жинап жатқан жаңа Дәуіт ретінде бейнелейді. Иса жолға шыққанда өзі тоқтайтын әрбір жаңа жерді дайындау үшін өзінің алдынан шәкірттерінің тобын жібереді. Иса сол жерлерге жеткенде Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды жариялап, адамдарды өзінің соңынан еруге және Құдайдың Израильде жасап жатқан жаңа ісіне қосылуға шақырады. Бұл бөлімде Исаның айтқан тәлімдері мен астарлы әңгімелерінің көп берілген. Олардың тақырыбы әсіресе мыналар жөнінде. Исаға еруің сенің ақшаға деген көзқарасыңды, қақтығыстарды қалай шешетініңді және жарларға қалай әрекет ететініңді толық қайта қарауға түрткі салады. Әрбір елді мекенде Иса мүлдем жаңа жолмен өмір сүруді үйренетін адамдар қауымдастығын құрады. Сонда ашкөздік жомарттыққа, ашуыза кешірімге айналады. Шеттетілген адамдардың бәрі Исаның осы қауымдастықтарында мейіріммен қабылданады. Бұл жарларға арналған ізгі хабар. Луканың негізгі тақырыптарының бірі осы. Оны бұл бөлімнің көп жерінен табуға болады. Иса сауықтырған науқас кедейлер, ол мейірім көрсеткен жезөкшелер мен күнәлі салықшылар Исаның патшалығындағы қызметкерлер болмақ. Ал Израильдің дінбасылары сырттан бақылап тұрып, оны былай деп сынай бастайды. Егер ол шынымен Құдайдың пайғамбары болса, неге күнәһарларды қабылдап, олармен бірге тамақтанады? Бұл бөлім қонақасылар шайқас сияқты көрінеді. Иса үшін бұл қонақасылар Құдай патшалығының науқастары мен кедейлерге, оған есесін ешқашан қайтара алмайтын адамдарға арналғанының белгісі болады. Иса сондай-ақ Израильдің дінбасыларымен де дастархандас болады. Иса оларды тәкаппар, ерекшеленген топқа айналғандар үшін айыптайды. Бірақ олар мұны түсінбейді. Сондықтан ол оларға мына әйгілі астарлы әңгімені айтып береді. Бір кісінің екі ұлы болыпты. Үлкен ұлы сенімді, әкесін құрметтейді. Ал кенжесі болса арсыз. Ол әкесіне мойынсынбай, өзінің еншісін сұрап алады. Сөйтіп алыс бір елге кетеді. Сонда ол азғындық жолға түсіп, еншісін шашып төгеді. Кейін сол елде ашаршылық болып, ақшасы да таусылады. Сонда ол біреудің шошқасын бағып, күнін әрең көреді. Оның аш болғаны сонша, шошқаның жемін жеп, қарын тойдырғысы келеді. Сол кезде оған бір ой келеді. Егер мен жалданып жұмыс істейтін болсам, онда үйге қайтып, әкемнің жалшысы болсам қайтеді. Ең болмағанда шошқаның жемін жемес едім. Сөйтіп үйіне қарай жол жүріп, әкесіне айтатын сөздерін дайындайды. Ал әкесі балам аштан өлген болар деп қатты уайымдаған. Бірақ бір күні ол жолда келе жатқан біреуді көреді. Ол оның баласы, ол өлген жоқ. Сөйтіп әкесі оның алдынан жүгіріп шығады. Ұлын бауырына басып, бетінен сүйеді. Бала былай деп сөзін басайды. Әке, мен күнә жасап келдім. Сіздің ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін. Бірақ ол сөзін аяқтамай тұрып, әкесі қызметшілерін шақырып, оларға ұлыма ең жақсы шапанды жауып, қолына мөрлі жүзік, аяғына кебіс кигізіңдер деп бұйырады. Олар қонақасыға ең дәмді тамақ дайындаулары керек. Тойлайтын кез келді. Енді сол күні кешке баланың ағасы ұзақ күн егіндікте жұмыс істеп келіп, көптен бері жоғалып кеткен оңбаған інісінің үйге келгенін біледі. Олар тойлап жатыр ма? Ағасы қатты ашуланады. Бұл туралы ойланшы. Ұзақ жылдар бойы үлкен ұлы әкесіне адал болып келген. Мұндай кеш оған арнап ешқашан өткізілмеген. Ал отбасының бұл арсыз мүшесі үйге қайтып келгенде оған арнап той жасау керек пе? Бұл жиренішті. Ол тойға қатысудан бас тартады. Әкесінің өзі үйден шығып, үлкен ұлын шақырып былай дейді. Балам, сен әрдайым менімен біргесің. Барлық меншігім сенікі ғой. Ал інің болса, жоғалған еді, табылды. Сондықтан қуанып көңіл көтеруіміз керек қой. Ол өлген еді, тірілді. Иса дінбасылардың шеттетілген адамдарға Құдайдың көзімен қарағанын қалайды. Олар өлімге апаратын, жолдан қайтарылатын ұл-қыздар іспетті. Исаның патшалық қауымдастығы кез келген адамға ашық. Кіру үшін жалғыз шарт, кішіпейіл болып, Құдайдың рахымына мұқтаж екеніңді мойындау. Сонымен, дінбасылардың Иса мен оның шәкірттерін қабылдамағандары шын мәнінде Израильдің Құдайынан бас тартқандары. Мұның бәрі басшыларға ұнамайды.
Сондықтан Исаның сапары аяқталған кезде қақтығыс шиеленісіп барады. Иә, ол құтқарылу мейрамын тойлау үшін Иерусалимге бармақшы, ал олар оны өлтіруді жоспарлауда. Луқа жазған ізгі хабардың келесі бөлімнің тақырыбы осы туралы болады.